барлау есігі, сандық жәшіктері, асадалы, перделік іштері барлығы бұл этнография бөлімінде орналастырылып, осы музейге келген, қай жақтан келген көрермен болса да насихатталады. Және де міне аттарыңызда тұр, Айдос Мұратов атамыздың 125 жылдығына байланысты біздің осы қазіргі таңдағы Сары Батағұл атындағы мәдениет үйінің суретшісі Ешмұхамбетов деген ағамыздың салған суреті. Қарап тұрсаңыздар, айтпай кәдімгідей салған екен суретін. Осындай заттармен біздер насихаттап жүрміз музейде. Айдос атамыздың бұл заттары тек біздің Шалқардың музейінде ғана емес, Ақтөбе музейінде, Алматы музейінде, осындай этнография бөлімінде орналасқан. Шеберлік бөлек қой. Шеберлік деген мысалы адам өз қолына істеген. Зергерлік деген енді ол енді сақина істейді. Ол енді жаңағы мына кеңес деген, Орынбай кеңес деген әкелеріміз болды, шанышқылы. Сол кісі оларды зергер дейді. Мына кісілер қолөнер шебері. Бұлар енді тоба талады. Айырмашылық солай. Атаға қойын. Айдос атаның қолөнері қайталанбас өнер екенін қалай түсіндіре аласыз? Қолөнер қайталанбас өнер екенін қазіргі уақытта көп адам жасай алмайды. Қайталанбас өнер. Оны бір өзі үйретіп кетпегесін. Мына сандықтарды көріп отырсыздар, мына ұсақ өнер. Мына жаңа әуезовтерден жасаған безендіргендерді бұл ешкім жасай алмайды. Оған өте сабырлық керек, шеберлік керек жаңағы үйрену үшін. Қазіргі уақыттағы өнерлер штамповка дейді ғой, сондай қылып жасайды. Ол өте шеберлікті, жаңағы сабырлықты керек ететін өнер деп түсінемін.